Проводан басқа біле ме? Бәрі білет уже деген тоздырдық ол. Микрофон беріңіздер. Бұл жағдай бойынша ескерту берілген, кісі айтып жатыр, әкімшілік хаттама толтырылған, бірақ айтып отыр, әкімшілік хаттама толтырылған иттермен сөйлесіп, ит мысықтармен біразын яғып ескерту бергенбіз ол. Иттермен сөйлесіп, ит мысықтармен біразын яғып ескерту бергенбіз ол. Мамандар келіп көріп кетіп қалып жатыр, уже түсінді олар ше. Сендер ит үрді деп уже бәрін итпен бірге үріп жатсыңдар. Ит не көрсетті дейсіздер. Енді есірткі таппадыңыздар, сонда қалай? Енді сіз былай ғой. Бар ма кодексте ит бар ма? Қарашы, ит бір намек тастаса уже апарып қамай береміз деген бар ма? Сіздер былайша сутты дұрыс түсінсеңіздерші, мәселенің мән-жайы. 6 сағат уақыт жіберді болар. 3 целый офицер қылмыс анамын ашудың орнына әшейін. Тұра тұрыңыздар, штраф салынды ғой. Я полоса басқа. Кино қойықта. Ой, Шақырыңдар сонда, сөйлесек бәріне. кинолог шақырды ба? Біздің конституциялық құқығымыз бар ғой. Енді сізге айтып отырмыз, құқығыңыз бар. Сіз қайдасында шағын түсіңіз, құжылығының өзі шақыртады, сетегі. Ертең сотқа барған итті қалай айтамыз, соны айтыңдаршы. Соны итті қалай қыламыз? Оны өзі айтады, уайымдамаңыздар. Сіз шағын түсіңіз болды. Мен итпен ит болдым деп айтамыз, онда қалай болды? Сіз итпен кездескен жоқсыз, адаммен кездестіңіз ғой. Сіз адам Ит алып береді ма? Сотқа ит шақыртамыз ба? әдейі түсіңіз. Жоқ, мен былай да, біздің ата заңымызда 30 жыл болған. Былтыр 30 жыл көлік кеткенде сода жазып тұр. Адам және адам бостан шығару. А сіздер тұрасыздар да адамнан биік дейсіздер да. Действительно тау болсаңдар мен ештеңе ете алмаймын. Сіз былай ғой, егер бірдеңеге күмәніңізді шағым түсіріңіз, құзырлылығын өзі анықтайды ғой. Жоқ, ол түседі, оған күмәнданба, ертең сандалу басталады сендерге. Шағым түсіріңіз. Сендерге жау көп қой, ол жан жақтан жегісі келіп тұратын. Құрғыр ит болып тұр ғой. Оны сіз оған барып айтсаңызшы, маған несін айтып отырсыз? Сіздердің іс-әрекеттеріңіз түсінбеді. Енді түсінбесеңіз, шағым түсіріңіз, түсіндіріп береді ғой құзырлылығы. Жоқ, сендер түсіндіресіңдер, сотқа сендерді алдыртамыз. Түсінбей тұрмын. Сіз Утқымарлық маса күйін ойландырған өту туралы заңды талап орындамай өтуден бас тартты. Сөз бар? Бас тартып тұрған себебім, бас тартып тұрған себебім алдында обыс жасады, не бір неме жасады, протокол толтырылған жоқ, не понятой алып қойған жоқ. Мен қалай, мен кішкене сендер басынан бастап сіз үшін заңды өздер. Даже мынандай күдікті болған күнде де сендердің жұмыстарын протокол толтыру, екі понятойды тоқтату, содан кейін уже итпен ана машинен бәрі шымалдау үшін. 970 бар. Маған сен 970 қоясыз ба? Жоқ, мен үшін қоям. Сендер өтпей мен қазір. Наркология өтетінде ешқандай несі жоқ оның. Маңызы жоқ оның. Сен тексергенде блядь, ана мен 4 сағат ұстадым да, не за что, блядь. Жоқ, қызға убен кетті, дым таппай. Иә, убен. Бұлар жаңа масақ теріп жүр арасынан. Қандай апайды қызметкерлер офицер званиемен жүріп, қайдағы бәлемен айналысып жүр елке. Бір баяғы бір сержанттың жұмысын үшеуі жасап жүр. Аға, короче, екі патрульный машина, екі гражданский машина. Оба ендерші гражданский машина. Біреу Киямен келді, екіншісі бана Шевролетпен келді. Аға, қол қоюдан бас тартасыз ба? Мен саған айтуымыз, қол қоям. А заңсыз болғандықтан мен қол қоймаймын, сендердің бәрі